1, 3 және 5. Endi vektorluq көбейтіндіні тапқан кезде не істейміз біз? AB көбейтілген BC ол тең мына жерге IJK дейміз. Солай емес пе? Екі вектордың не? Бір вектор, мына жерде бөлек бір тағы да бір вектор болса, осы екеуінің көбейтіндісі векторлық көбейтіндісі дегеніміз ол тағы да бір вектор шығады. Сондықтан IJK үстіне мыналарды қоямыз. 1, 1, 1, 1, 3, 5. I'ді басып тұрамыз. Bir жерде 5'in 5, minus 3. 2i, солай емес пе? J'ді басамыз, J'да минус қоямыз деп айтқанбыз. J'да минус қоямыз, 1 мен 5, 5, бір жерде 1, 4. Енді IJ, так, 3, 2, 2K. 2K. Векторлық көбейтіндісін табыңдар, яғни векторлық көбейтіндісі міне мынау. Осыны мына жерге жазамыз балалар. 2i минус 4j плюс 2k. Немесе былай да жазуға болады. 2 минус 4, 2 деп. Мен осыдан немесе басқа әдіспен енді, ең жақсы осы әдіспен. Гүлзардың ауданы тап дейді. Екі векторды көбейткенде шығатын С векторының ұзындығы, мынаның ұзындығы. Осы параллелограммның ауданы мынаның ауданына тең болады. Сондықтан мынаның ұзындығын тапсақ болды. Яғни мына векторды С деп берілетін болсақ, С векторының ұзындығы осы S-ке тең. Айта бер. Түбір асты 4 қосу 16 қосу 4. Ең түбір астында 24.